Берме балалар, бүгін бізде қоршаған ортамен танысу оқу қызметі. Табиғат, сен тіршілік тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамға сұлулықты шын ұқтырған, деп ақын жырлағандай, табиғат күллі тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, алтын ұя бесігі, құт берекесі. Адам үшін табиғат ең қасиетті де қастерлі ұғым. Бізді қоршаған орта жан-жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн мен алыстағы жұлдыз. Осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғым. Балалар, табиғат екіге бөлінеді. Олар тірі табиғат және өлі табиғат. Тірі табиғат дегеніміз, олар өседі, қоректенеді, тыныс алады және тұқым шашады. Оларға адамдар, жан-жануарлар, өсімдіктер және құстар жатады. Ал өлі табиғат дегеніміз қоректенбейді, өспейді, тұқым шашпайды. Оларға су, тас, тау, күн, ай және құм жатады. Бірақ тіршілік атаулары оларсыз өмір сүрмейді. Сондықтан олар бір-бірімен тығыз байланысты.